Армысыздар достар, бүгін сіздерге жеке жыл саны техникасын үйретемін. Жеке жыл саны дегеніміз осы жыл сіз үшін қандай болмақ, соны көрсетіп береді. Ол үшін 22, 11, 2014 алсақ, туған күн мен айды бір-біріне қосып шығамыз. Жылды есептемейміз. Сонда 2 қосу 2 қосу 1 қосу 1 тең 6 шығады. Қараңыз, егер сіздің туған күніңіз 2022 жылы әлі өтпеген болса, онда 2021 жылмен есептейсіз. Туған күніңіз өтіп кеткен болса, 2022 жылмен есептейсіз. Бірінші жағдайда 2021 жылмен есептейтін болсақ, 2 қосу 2 қосу 1 тең 5. Енді осы 5 пен 6 санын қосамыз, 11. Оны да бір-біріне қосамыз, 2 саны шығады. Жеке жыл саны 2 болады. Жеке жыл саныңыз нені білдіреді? Оны келесі видеомда көрсететін боламын. Достар, маған қолдау білдіріп, тіркеліп кетулеріңізді сұраймын.